100 000 жыл бұрын не болған? Ал кездегі адамдар қалай өмір сүрген? Бәрімізде қиялдап армандаймыз. Ал сол қиял мен арманға ерік беріп, 100 000 жыл артқа қайтып көрейік. Ол кезеңде әлі тас дәуірі аяқталмаған кезең етін. Күнделікті адамдардың өмірі от жағып, тамақ пісіріп өмір сүру ғана. Олардың түрлері де қазіргі адамнан өзгеше болып келеді. Ең қызығы, ол кездегі адамдар да Құдайға сенген болатын. Олар күн мен найзағайды Құдай деп ойлаған болатын. Бірақ бұл кезде адамның құқығы атымен жоқ болатын. Бұл жердегі ең сорақы нәрсе бұл емес. Бұл жердегі ең сорақы нәрсе каннибализм. Бұл не деп отырсаңыздар достар, бұл адамның етін жеуі. Не деп отырсың, ол қалай адамның етін жейді десеңдер, бұл ол кезде норма болған достар. Достар, ол кезде өлген адамның етін жеу Құдайға деген ризашылығымызды білдіреді деген наным сенімге сенген достар. Бұл кезеңде әлі мамонттар жойылмаған еді. Ал мамонттар адамдардан бірнеше есе үлкен болған. Ал мамонт пен адамды салыстыратын болсақ, бұл күшік пен адамды салыстырғанмен тең. Тіпті ол кездегі адамдардың ми көлемі қазіргі адамға қарағанда әлдеқайда кішірек болған. Бұл кезеңдегі адамдардың ең қатыгез жақтарына келсек, олар тамақ үшін соғысқан. Яғни олар басқа әлсіз тайпаның тамақтарын тартып алатын болған. Олардың бұл сұмдықтары өлімге шейін төбелесуге дейін барған. Егер де сіз физикалық түрде әлсіз болсаңыз, ол жаққа барудың қажеті жоқ достар. Себебі ол жақта денсаулығы жоқ әлсіз адамдарды мүлде сыйламайды. Тіпті ол кездегі адамдар жыртқыштар келсе де сізді тастап қашып кетуге дайын достар. Міне достар, біз қысқа да нұсқа 100 000 жыл артқа уақыт машинасымен саяхаттап келдік. Ол кездегі адамдардың қандай қатыгез болғанын білдік. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетейік достар.